Саламатсыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы балалар. Егер тапсырма ретінде сіздерге бірыңғай сөйлем мүшелері және жалпылауыш сөздер берілген болады. Қолдарыңызды көтеру арқылы осы Wordful бағдарламасындағы сұрақтарға жауап беру. Жетінші бөлім. Бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгісін атаңыз. Бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Кей уақыттарда үтір қойылады, кей уақытта үтірсіз байланысады. Мысал келтіріңіз. Мысалы, үтірмен байланысатын кездері, яғни олар бірыңғай осы зат есімдер келген уақытта олар жалғаулықсыз, сылаусыз, яғни үтірмен байланысады. Ал үтірмен байланысатын кезде, яғни мен, бен, пен шылаулары арқылы бірыңғай мүшелердің арасына мен, бен, пен жылаулары келетін болса, Шылаулар келетін болса, үтірсіз байланысады. Жақсы, мысал келтіріңізші, бір мысал келтіріңіз. Мысалы, Асан мен Үсен сабаққа келді десек, бұл жерде яғни үтірсіз байланысып тұр. Ал үтірмен Асан, Үсен, мысалы Бауыржан сабаққа кешігіп келді десек, бұл жерде үтірмен байланысып тұр. Қай сөз таптар екен? Бұл зат есім. Жақсы, өте. Алданыш. 9-шы. Жалпылауыш сөз бізде бірыңғай мүшеден кейін келсе, онда бізде сызықша қойылады. Кейіннен сызықша қойылады. Бірыңғай мүшеден кейін келсе, сызықша қойылады. бірыңғай сөйлем мүшелері, одан кейін жалпылауыш сөздер туралы сіздер не түйдіңіздер? Олардың сөйлемдегі атқаратын қызметі қандай екен? Бірыңғай мүшелер, ол жаңа айтқандай бірыңғай мүшелер, яғни 5 сөйлем мүшесінде қызметін атқара алады. Яғни ол бірыңғай бастауыш, бірыңғай баяндауыш, бірыңғай анықтауыш, бірыңғай тоқтауыш және бірыңғай пысықтауышта болады. Сонымен қатар бірыңғай мүшелер осы жалпылауыш сөздермен өте қатты тығыз байланысты екенін байқадық. Яғни бірыңғай мүше жеке осы белгілі бір сөйлем мүшесі болып тұратын болса, ал жалпылауыш сөз сол бірыңғай мүшені жинақтап, ортақтау мәнін білдіріп тұрады екенін білген болдық. Өте жақсы, тамаша. Жалпы бұл жерде ең алдымен, яғни жалпылауыш және бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгілерін ескеруіміз керек, және де осы жерде сөйлемдерді алған кезде бір нақты бір белгілі сөйлемдерге тоқталуымыз қажет екен. Жақсы балалар. Олай болса, балалар, қазір де әр қарай біз өзіміздің сабағымызды жалғастырамыз. Маған ұнап тұрғаны сіздердің теориялық материалды өте жақсы оқып меңгергендіктеріңіз, және де соған байланысты көркем әдебиеттен шығармалардан мысалдар әкелгендеріңіз өте жұмысымыздың мазмұнын ашты. Жақсы, қол шапалақтап естіңіз. Бала қараңыздар, бүгінгі сабақты біз бағалау парағы бойынша өзіңізді, сіздер бұл жұмысты білесіздер, өздеріңізді бағалайсыздар. Түсінікті ме? Осы сабақтың барысында қанша бағаға лайықтымын дейсіздер, жанында критериялары тұр. Сол критериялар бойынша өздеріңізді бағалап, сабақтың соңында не істейсіздер? Өзіңізге қайта тапсырасыздар. Мына бейнебаянды көріп, не түйдіңіздер? Және де ол бейнебаянның тақырыбы қандай? Мәтіндегі сөйлемдерден белгілі бір мүшенің мағынасын басқа сөзбен түсіндіріп, нақтылап көрсететін сөздерді табыңыздар дейді. Мәтінді оқиықшы. Достық пен ынтымақтастық, татулық пен бірлік сынды құндылықтар барша қазақстандық азамат үшін аса маңызды игілікке айналды. Мәтіндегі сөйлемдерден белгілі бір мүшенің мағынасын басқа сөзбен түсіндіріп, нақтылап тұрған сөздерді анықтаңдар дейді. Кім айтады? Қол көтеріп қана айтамыз балалар. Қазақстандықтар деген сөз, яғни біз деген сөзді айқындап. Жақсы. Дұрыс айтады. Балалар мына жерге жазып қоюға болады, не балалар? Біз қазақстандықтар. Әрі қарай. Сосын Әрі қарай. президентіміз деген Қасым-Жомарт Тоқаев. Дұрыс айтады балалар. Президентіміз. Мысалы үшін Абдолла 4-ші курс студенті. Кеше байқаудан 1-ші орынды иеленді десек, осындағы айқындауыш мүше қайсысы? 4-ші курс студенті деген, балалар, қараңызшы. Қазақ тілінде айқындауыштың балалар негізгі 3 түрі бар. Мектепте де осы 3 түрі оқытылады. Сондықтан да міне осындай адам аттарымен қосарланып жүретін айқындауыштың түрі қосалқы айқындауыш деп аталады. Міне балалар, қосалқы айқындауыш. Енді оңашаланған айқындауыш өзі айқындап сөзге тіпті не істейді? Қосымша тұлғаластырады және мағынасын түсіндіріп тұратын сөзді. Оңашаланған айқындауыштың басқа айқындауыштардан ерекшелігі не істейді?
сөйлемнің ортасында келеді көбінесе, және екі жағынан қойылады. Міндетті түрде балалар, мынау оңашаланған айқындауыштың тыныс белгісі не істеу керек? Өтірікке назар аударуымыз керек. Жаңа айттық қой біз, Абдулла 4-ші курстың студенті. Жеңімпаз атанды деген кездегі осы 4-ші курстың студенті не істеді? Оңашаланып айтылып тұр, және екі жағынан істемес өтірік қоямыз. Ол бірақ сөйлем мүшесінің қызметін атқармайды. Абдулла ғана сөйлемде бастауыш қызметін атқарып кетеді. Түсінікті ғой? Деп сен Қасымханнан кейін сызықша қоюыңыз керек. Ал бізге керек, сонда бұл сөйлем болды. Ал бізге керегі Қасымхан Дешті Қыпшақ даласының ұлы билеушісі. Жұмыс жасайды. Бұл жерде инженер-экономист қосарлы сөз. Жақсы, қосарлы айқындауыштыңыз иә бала? Оңашаланған айқындаушқа Абай ұлы ақын қазақ әдебиетінің негізін қалады. Бұл жерде ұлы ақын Абай ұлы ақын оңашаланған айқындауыш. Оңашаланған айқындауыш екі жағынан тұр қойдыңыз ба? Иә, оңашаланған айқындауыш. Мұнда Алматы облысында ауа райы салқын. Ары қарай бізде қосалқы әнші ермек концертке дайындалды. Ал қосарлы менің атам инженер-технолог болып жұмыс атқарған. Инженер-технолог. Жақсы. Абай ақын қазақ әдебиетінің негізін қалаған тұлға. Бұл жерде қосалқы. Абай ақын және екіншісі жазушы драматург қоғамның көкейтесті мәселелерін шығармаларын арқау етті. Бұл бізде қосарлы. Жазушы драматург. Одан кейін кеше інімді Мұратты шығарып салдым. Бұл жерде оңашаланған. Інімді Мұратты қай сөз тағы? Інімді Мұратты зат есіммен жасалған. Жақсы. Тағы Абдулла. Қосалқы Хакім Абайды қазақтың басақын бөлуге келеміз. Жақсы. Бұл жерде қай сөз? Хакім Абай. Хакім Абай. Қандай сөзді білдіреді осы хакім деген мағынасы? Ол атын дегенде дана деген мағынасы. Дана бойы, иә, дана данышпан. Жақсы. Бұл жерде балалар басқаша жазып қойылады. Ол қосарлы мен қосалқы. Олай болса, иә, балалар қосарлы, қосалқы айқындауыштар шынымен де бір-біріне атаулары ұқсас иә балалар. Бірақ қандай жерде жазылуында ерекшелік бар екен, иә? Қандай ерекшелік? Ал Абдулла. Яғни қосалқыда яғни ол жердегі осы латисіндегі яғни латисін атып тұрған несін айқындайды. Қосалқы қосар деген осы сын, осы қос сөз арқылы білінеді, дефис арқылы. Ал оңашаланған ол осы сөзге, айтып отқан сөзге одан сайын айқындайды. Ол және де оңашаланған айқындаушы мүше талданбайды. Синтаксиялауға ұсынылмайды, иә? Қосарлы айқындауыш пен қосалқы айқындауыштың ерекшелігін білуіміз керек, иә? Қосарлы айқындауыштар дефис арқылы жасалады, қосалқы айқындауыштар тіркесу арқылы жасалады да сөйлемде бір күрделі мүшенің қызметін атқарып кетеді. Түсінікті ма? Жаттығу жұмысы тұр балалар. Жұптықпен жұмыс дейді. Айқындауыштарды тауып түрлеріне ажыратыңыздар. Қай сөз табы екенін айтыңыздар дейді. Мәтіндегі негізгі ойды білдіріңіздер, пікір білдіріңіздер. Яғни бір-біріңіздің жұмыстарыңызды тексересіздер қазір. Түсінікті ма? Ертеректе өмір сүрген атақты Қабілесі жыраудан бізге бақ қайда барасың? Елімен болған бірлігі, тағат, ғибадат тірлігі, ұйымшыл елге барамын деп келетін аса құнды тәмсіл жеткен. Идея қандай? Бөлінген бөлшек демекші, ол жердегі бір әрқайсысы шығып, сынып қалуға дайын. Ал егер ол осы бірлік етсе, бірлігі бар елде дауалмайды, және дауалмайды деп бүгінгі біздің тақырыбымызға сәйкес келе ма? Иә. Осылай тексереміз, жанына сосын 20 балдың ішінде қайсысын қойдыңыз? Толық шартпен жасалынды ма, балын жанына қойып қойыңыз, жарай ма? Айқындауыштар тапты, қандай айқындаушы екен жазған, қандай сөз табын жазатын жазған, бірақ бізде сөйлем қызметінің қайсы қандай жазған. Неше бал қойдыңыз? 15 бал қойдым. Бұл жұмысына елді 15 бал қойдыңыз. Жақсы, Айнұр. Мен аялымды бағаладым. Аялым яғни бұл жерде осы айқындауыштарды тапқан және айқындауыштың түрлерін тапқан, сонымен қатар олардың қай сөз таптарына жататынын тапқан, бірақ кішкене сөйлем мүшелерін табуда бір-екі жерден ғана жазып үлгермей қалған ғой. Соған байланысты 2 бал алып тастадым. Сондықтан 20-дан 18 бал. Жақсы. Қазір бізде бар топтық жұмыс жасалынады. Жарай ма? Айқын, үшіншісі жетістік,
нақтылайды, айқындайды, анықтайды, не істейді деген сұраққа жауап береді. Төртіншісі бізде 4 сөзден тұратын сөйлем, сөйлемдегі заттың мәнін ашады. Және бесіншісі синоним анықтауыш. Жақсы, анықтауыш деп алуға бола ма балалар? Тағы не айтуға болады? Тағы не? Я сөйлем бір мүше, немесе бірлік ретінде алсақ. Өйткені бағана айттық қой, анықтауыш бола алмайды деген бар. Осы жағын ескеруіміз керек, иә? Айқындауыш үш түрге бөлінеді, соны қосалқыға келетін болсақ, қосалқы яғни нақты бір заттың сын айқындап отыратын мүше болып келеді. Оған мысал, қажылыққа барған ол қажы Жұмабай деп аталып кеткен. Келесі мысал, Нұрға Жұмабай Абайды алып келу туралы сөз айттық деп, мысалы ол жерде мысалдарға келтіруге болады. Жақсы, екінші тұрғасы? Келесі бізде ол қосарлы түрлі. Қосарлы дегеніміз яғни зат есімнің қосымша сызы ретінде жұмсалатын сөздер. Айқындайтын сөздермен ойын ауыстыра береді. Сөйлемде күрделі мүше болып байланысады сөздер. Және де оның мысалдарына келетін болсақ, мысал ретінде менің атам инженер-технолог болып жұмыс атқарған дейді. Бұл жерде инженер-технолог бұл жерде яғни осы қосарлы айқындауыш болып тұр. Жақсы балалар, өзі түсініктеріңізден жеткіземіз, ананы оқуын іздеттіңіз. Жарай ма? Өйткені сырттан да әдемі көрінбейді. Әрғай үшіншісі қандай екен? Үшіншісі ол бізде оңашаланған айқындауыш. Оңашаланған айқындауыш біздерде айқындайтын сөзден кейін тұрып, сол сөзді айқындап көрсетіп, оңашалап көрсетіп тұрады. Оған мысал келтіретін болсақ, мұнда Алматы облысында ауа райы салқын. Жалпы бізде Алматы облысында деген сөз екі жағынан түгелмен оңашаланып айқындалады. Жақсы. Яғни айқындауыш сөйлемде белгілі бір мүшенің мағынасын басқа сөзбен түсіндіріп, нақтылап көрсететін сөздер. Ол бізде үш түрге бөлінеді: қосалқы айқындауыш, қосарлы айқындауыш және оңашаланған айқындауыш. Енді біз қосалқыға келетін болсақ, қосалқы бұл зат есімнің қосымша сыны ретінде жұмсалатын сөздер. Мысалы алатын болсақ, Үсен Ақсақал, әнші Ермек, Алпамыс Батыр деген сияқты қосалқы сөздерді айтсақ болады. Қосарлыға келетін болсақ, ол яғни бірінші сөзін екінші сөзі айқындап тұрады. Ол мысалы инженер-технолог, педагог, психолог, әнші, сазгер деген сөз. Сосын арасында қандай болды? Арасындағы дефис қойылады. Дефис қойылады, жақсы. Оңашаланған айқындауыш дегеніміз, яғни ол айқындап тұрған сөзге, яғни оған екінші дәлел келтіре отырады. Осы бірінші топқа беремін. Мына жұлдызымды бірінші топқа бергім келеді. Өйткені олар осы ойларын тиянақты жазды, және де бір ғана қателескен болды. Бірақ дегенмен осы өз ойларын еркін және де осы толықтырып жазды деуге болады. Жақсы. Жұлдызыңызды кімге бердіңіз? Екі топты да бағалайтын едім. Екі топта өздерінің тақырыптарын өздеріне берілген әдістерді толықтай аша білді. Яғни біздің айқындауышты да толық түсіндіріп, балаларға осы ережелерін өздері түсінді деп ойлаймын. Жақсы. Осы тақтаға жазып түсіресіздер, иә? Ұялы телефондарыңызды ашыңыздар. Тапсырма бойынша мен жақсы қатысқандықтан өзіме 10-нан 10 балға қойған болатын. Келесі ұғымдар анықтамасын түсіндіреді, бейнефилімнің мәнін ашады, тақырыпты болжайды. Оған байланысты өзіме 10-нан 9 бал қойдым. Келесі бізде айқындауыш түрлерін қызметін ажыратып дәлелдейді, жұптық жұмыста бағалайды. Оған жаңа айтқандай 20 балдан 18 бал қойған болатын. Келесі синтакстік талдау жасайды, айқындауыш қызметін дәлелдейді. Бұл жерде 20-дан 19 бал қойдым. Бір балды бір қателік жіберіп, соған байланысты алып тастаған болатынмын. Келесі бізде пікір айтып ой тұжырымдайды, топтық жұмыс істерде постер қорғайды. Бұған жалпы 20-дан 20 бал қойдым. Яғни топтық жұмысқа өйткені барлығымыз белсенді қатысқан болатынбыз. Келесі өмірмен байланыстырады, бұдан 20-дан 15 бал қойған болатын. Өйткені өмірмен байланыстыруды қолданбағандықтан 5 балға қосылды. Сондықтан 91 бал қойдым. 91 бал. Жақсы. Үшінші топтан Мен бірінші үйге берілген тапсырманы айтады, дәріс мазмұнымен танысады, ақпарат алады дегенде 6 бал қойдым. Себебі мен біліп тұрмын, бірақ кішкене шатасып қалдым да, сол себепті 6 бал қойдым. Екіншісі ұғымдарды анықтамасын түсіндіреді, бейнефилім мәнін ашады, тақырыпты болжайды. Бұған 8 бал қойдым, өйткені мен бейнебаянда не туралы айтылғанын барлығын біліп тұрмын, бірақ қолымды көтергенде жауап бермей қалдым. Содан кейін айқындауыш түрлерін қызметін ажыратып дәлелдейді. Бұл жерде мен тапсырма 3 сөйлемді жаздым, 3 сөйлемім де дұрыс болғандықтан 20 бал қойдым. Келесі синтаксистік талдау жасайды, айқындауыш қызметін дәлелдейді. Бұған 18 бал қойдым, себебі кейбіреулерін білмей отырдым. Келесі пікір айтып ой тұжырымдайды, топтық жұмыс істейді, постер қорғайды. Постерді ұжымдық жұмыс жасады, барлығымыз бірге жұмыс істедік және тақтаға шығып жауап бергендіктен 20 бал қойдым.
және сомасына 18 балл қойдым. қолдандық. Осы пакет тақтасын қолданғанда мен ең алғашқы пікір жазған болатынмын. Яғни сабақ өте жақсы деңгейде өтті. Жаңа тақырыпты түсініп талдай алдым. Өзімнің біліктілігімді арттым. Шынымен де, білімімді арттым. Шынымен де осы сабақтың тақырыбы өте түсінікті болды. Алдыңғысы болжам әдісі сабақты тануға өте жақсы кіріспе болды. Және де кейін практикамен ұштастыра біліп, топтық жұмыстың арқасында және де өзім мысал келтіргеннен кейін бұл мен ойымда мәңгілік қалады деп ойлаймын. Өте жақсы, тамаша. Тағы бар ма балалар кері байланысқан? Абдулла. Басында айқындаушы мүшелең бір түсініксіз деп ойлағым негізінде, одан кейін барып түсіндік. Енді сол кезде енді оны ажыратқанда, оқығанда, түрін айтқанда тайға таңба басқандай, және де осыны сақтап алып, тасқа қашып жазғандай болып қалыптасты. Әр күндеріңіз әрқашанда осындай мәнді белсенді сабаққа қатысқандарыңыз үшін көптен көп рахмет.